Бұл видеода балаларды дамытуға арналған ережелі ойындарды көре аласыздар. Каналымнан басқа да қызықты ойындар түрлерін жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыз. Бірінші сюжетті ойын кеме ойыны. Бұл ойынның мақсаты жеке әрекеттерді бір сюжеттік желіге біріктіру арқылы ойын тәжірибесін байытуға ықпал ету. Рөлді таңдау қабілетін дамыту, ойын материалы мен ойында бірнеше өзара байланысты әрекеттерді орындау. Сюжетте екі кейіпкер мен орынбасар ойыншықтар мен жеке ойындарда өздері үшін және ойыншық үшін рөл атқара білу қабілетін қалыптастыру. Балалардың белгілі бір рөл үшін атрибуттарды өз бетінше таңдауға тырысуын ынталандыру. Ойын ортасын жетіспейтін көп функционалды заттарды қолдану және ойыншықтар санын көбейту арқылы тақырыптық ойын ортасын қиындатыңыз, байытыңыз. Қысқа бірлескен ойында өзара әрекеттесу және бір-бірімен тіл табысу қабілетін дамыту. Екінші ойын түрі сюжетті рөлді ойын театр ойыны. Театр ойынның негізгі мақсаты мектепке дейінгі жастағы баланы театр түрлері арқылы шығармашылық және парасаттылық қабілеттерін жан-жақты дамыту. Сөз өнерін қастерлей білуге, өз білімін көтеруге, шешендікке баулу. Балалардың сөздік қорларын байытып, жақсыдан үйреніп, жаманнан жиренуге тәрбиелеу. Бала үлкендердің кез келген ісін табысты істей алады, кез келген ситуацияға кіре де алады, қалаған оқиғасын бастан өткізеді. Бұл мүмкіндіктер баланың практикалық әлемін кеңейтеді, дамуына жағымды эмоционалды рең береді. Сюжетті рөлді ойындардың құрылымы, сюжет, мазмұн, рөлдер, ойын амалдары. Ойын сюжеттері әр түрлі тұрмыстық ойындар, балабақша, жанұя, кітабы, сюжеттік рөлдік ойындардың негізгі мазмұны үлкендердің әр түрлі жағдайда көрініс беретін қоғамдық өмірі. Видео пайдалы болса, міндетті түрде каналға тіркеліп лайк басып қойыңыз.